Қоржынымызда 20 медаль, оның 4-еуі алтын. Қытайдың Харбин қаласында қысқы Азия ойындары мәресіне жетті. Жарыс қорытындысы бойынша қазақстандық қыз-жігіттер 20 рет жеңіс тұғырына көтеріліп, жалпы есепте 4-ші орынға тұрақтады. Қазақстан қоржынына 4 алтын түсті, 9 күміс, 7 қола. Ал жалпы медаль саны бойынша Қытай құрамасы көш бастады. Сайыс иелерінің еншісінде 85 медаль бар. Екінші орынға 45 медальмен Оңтүстік Корея жайғасқан. Ал үштікті 37 медальмен Жапония құрамасы түйіндеп тұр. Отандастарымыз қатарында шайбалы хоккейден Қазақстан ерлер құрамасы финалда Жапонияны 5-0 есебімен жеңіп бас жүлдені иеленді. Биатлоншы Владислав Киреев фристайл акробатикадан жұптық сайыста Шерзот Хаширбаев пен Роман Иванов жеңімпаз болды. Сонымен бірге шорт-тректен еліміздің бас командасы алтыннан алқа тақты. Олар жуырда әлем кубогында да 5000 метрлік эстафетада қола медальді қанжығалады. Жаһандық жарыс Италияның Милан қаласында өтіп жатыр. Дзюдо бойынша да әлемдік аламандар басталды және 2025 жылдың ең алғашқы турнирінің бірін Әзірбайжан астанасы қабылдады. Оған 36 елден 300-ге жуық қатысушы жиналды. Араларында 12 ұлттық құраманың өкілі бар. Қазақстандық спортшылар бір ғана медаль жеңіп алды. Оны жарыстың соңғы күні аса ауыр салмақта белдескен Ерасыл Қажыбаев әкелді. Ол қола үшін күресте әлем чемпионы грузиялық Саба Инанишвилимен кездескен болатын. Жекпе-жек дегеннен тартысты басталып, қос спортшы да 2 рет шедодан алды. Артынша Ерасыл қарсыласын епонға түсірді. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы.